Бәріне сәлем, сендер, мен жақсылық Бақытжан. Достар, мен кішкентай кезімде бізде Instagram, YouTube деген нәрсе болмаған кездерде VK деген нәрсе болған. Қазірде бар, бірақ ол мен көбісі қолданбайды. Сол VK-да бізге әртүрлі сообщениялар келетін. Ол қандай сообщениялар? Ол мына сообщенияны 10 адамға таратпасан өлесің деген сообщениялар. Сондай сообщениялар көп болатын. Мен оған сенбейтін кішкентай кезімде, бірақ мен жақындарым, мен достарым кейбіреулері сенетін. Маған соны спамить етіп жібере беретін. Маған ол ұнамайтын, Сендер де білетін шығарсыңдар. Кім біледі, комментарияға жазыңдар, мен оны оқимын. Енді бүгінгі видео соған ұқсас болады. Легенда бойынша бұл картинкаға қарасан, сен өлесің. Бір уақыт өтеді, содан кейін сен өлесің дейді. Бірақ мен бұған сенбеймін. Өйткені қалай сен бір картинкаға қарап өліп қалуың мүмкін. Ол проклятый картина. Бірақ проклятый болса да, білмедім. Қазір соны мен тексерем. Сендердің задачаларын просто осы видеоны көріп отыру, бұны қайталамаңдар. Осы видеоны көріп, лайк басып, комментарияға өзіңнің видеода байқаған нәрселерді, либо өзіңнің мнениеңді комментарияға жазу. Сол сенің задачаң. Ал қорқынышты эксперименттер мен дух шақыруды мен істеймін. Сен өзіңді қауіпқа апарма. Бұл эксперимент қалай өтеді? Яғни мен қазір телевизордан үлкен қылдырып ана қыздың картинкасын қойып қоям. Ол негізі видео, бірақ бізге картинкасын көру керек. Картинкасын көріп, оның тура көзіне қарап отыру керекпіз. Мен даусымның барлығы сырттай, видеодан тыс, видеоның шетінен мен даусым шығып тұрады. Сендер оны естисіңдер. Ал мен бұл видеода қозғалмай, бір некоторый моменттарда ғана өзімнің мнениемді айтам, а так мен вниманием барлығы ана қызда болу керек. Ең жесткий моменттарды мен сөйлеп видеода айтатын болам. Ал енді сендер дайын болсаңдар, біз кеттік. Тоқтатуда. Кетпейміз әлі. Каналға подписаться ет. Біз 500 мыңға жетейін деп отырмыз, әрең жетіп отырмыз. Білесің, сен көріп отырсың қазір. Тексере сал. Может, каналға тіркелмеген шығарсың. Тексер, прям газ, пожалуйста, күтем. Айналды ма видеоны? Тексер. Астыға түсте, подписансың ба, көр. Подписаться деп қызыл болып тұрса, сен оны сұрғылдыр. Подписан бол. Сол, тіркелді деген үміттем. Мен саған сенем. Тіркелді деген ойдамын. Ал біз экспериментқа кеттік. Камера өшірдік. Енді барлығын бір қолмен қапарып өтпіз. Мен бір қолмен жасаймын. Қазір отырып алған соң барлығын айтам. Дауыс естісіңдер ме? Естілген жері камера. Мен үйімде всегда ондай болады. Кім көп сондай моменттарды көргісі келеді, мен үйімде бір нәрсе болатқан. Мен телеграм каналыма кіріңдер. Инстаграмда мен айтам. Свет өзінен өзі жан кетіп, жоқ тиіп тұрған мұнаққа. Ладно, сондай нәрселер болады мен үйімде странный. Сон барлығын мен инстаграмда и телеграмда айтып отырам. Ссылкалар описаниеда. Так, мен барлығын жасап қойдым. Міне камера. Міне собственно. Мысық шошыттың ғой. Тиме андақ камераға. Қозғал кетті камера, шош кеткесін. Мынау проклятый картина, мен осындай болады. Қазір мен осында отырып, ана камера түсіріп жатыр. Осында отырып, мен мына қызға қарап отыратын болам. Мурашкалар жүріп жатыр, өйткен бір дауыстар шығып жатыр үйден. Ладно, оған мән бермейміз үйде отқан нәрсеге. Не? Привет, сендерге көрінемін. Мысық деппін ғой. Мына әдемі қыз, бұл біздің проклятый картина болып саналады. Мысық маған мешать етіп жатыр, типа қарама деген сияқты. Походу. Қарайым. Кеттік алам, көрейік. Аузы қозғалып атқан сияқты, мен қазір оң көзіне қарап жатырмын.
Альхамдулиллах. Мен қазір оң көзіне қарап жатырмын. И аузы қозғалып жатқан сияқты, как будто бірдеңке айтып жатқан сияқты. Но ол иллюзия. Оң көзіне қарасам түк болмайды, бірақ көп қарау керек қой деймін. Қазір мен сол көзіне қарайын енді. Оң көзіне қарасаң, қыз саған күліп тұрып бірдеңке айтып жатқан сияқты көрінеді. Артқы планда мысық бір нәрсені жыбырлатып, қозғалтып, менің вниманиямды отвлекать етіп жатты. Бірақ мен өз вниманиямды осы қызда сақтауға тырыстым. Осы жерде мен өзім көзімнің қырымен стенаның ар жағынан есік жақта біреу маған қарап тұрғанын байқадым. Оны мен планға қоймаппын. Олай болады деп білмедім. Блять, твою мать. Мен сендерге бұрындары айтқан қара адам арғы проходтан маған қарап тұрды. Оны мен видеоға түсіріп үлгермедім. Өйткені ол сразу қашып кетеді. Ёпты вашу мать. Мен денем барлығы мурашка. Короче, айтам ситуацияны. Бляха, терлік кеткесін ғой, ёпты. Қарап отырмын мен сол көзіне, аузы жоқ болды. И сезіп тұрмын. Ар жақтан біреу қарап тұрды маған. Қап-қара біреу қарап тұрды ана проходтан. И мен такой көзім шетімен байқа қалдым. Бірақ көрін қаған шығар деп қарай бердім ана көзіне ана. Естудіңдер ма білем? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Арғы бөлмеден шактар естілді. Көптеген шактар. Мысық содан шошып кетті. Мысықтар что қалма, ана қарап тұр проходқа. Достар, кешіріңдер, мынау эксперимент негізі. Проклятый картинамен, бірақ наяқта басқа бір нәрсе пайда оқалды видеода. Ана комнатада біреу бар, походу. Ана комнатада біреу бар, походу. Бисмиллах. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ладно, жалғастыра берейік па? Свет өшіргім келмей алды. Короче, сендерге айттым ба, мен не болғанын айтқан шығармын, мен шоковый состояниеде болдым жаңа. Короче, картинаға қарап отырдым сол көзіне. И ана біреу жерден біреу қарап тұрды. Қарап тұрды былай. Білесіңдер ме, мен сендерге айтып едім ғой, қара адамды көрем деп. Вот именно сол қара адам ана жақтан қарап тұрды. И мен оны байқадым, көзім сыртымен байқадым, бірақ басқа нәрсе шығар дедім де қарай бердім на картинаға. Содан кейін анау тұр әлі. Мен уже анан көріп тұрмын да, көзім қырмен. Былай қарап тұрмын, бірақ көзім қырмен көріп тұрмын ана. Свет моргать етті. Нан ұрсын айтайын, свет моргать етті ана жақта. Нан ұрсын айтайын, свет моргать етті ана жақта. Ана жақта лампочка моргать етті. Содан кейін, короче, мен қарадым анаған, қарасам, анау, короче, бұлай қаратай қаш кетті ана. Стенадан бұлай қаш кетті ар жаққа қаратай. Мен қара қалып едім. Шош кеттім, өйткені мен нақта эксперимент жасап отырмын, қорқынышты. Проклятый картина, көрген адам өледі деген.
и наған көп қараған адам өледі деген. И анау келді, ана қара адам. Ол вообще енді жестко болды, мынау шок. Мынау шок контент, бля. Басқа видео түсіріп жатырмын, а маған басқа біреу келді. Или может. Ладно. О, я не істейміз. Так, бисмилля. Пожалуйста, егер мында болсаң, видео түсіріп алайыншы. Потом өзім біл не істесен де, бірақ видео түсіріп алайыншы. Пожалуйста. Свет жағып тұра берсін, достар, өйткені өздерім білесіңдер, мына есік жоқ қойын. Ана светті өшіру керек маған. Бірақ мен нефиге өшірмеймін. Кешіндір, өшірмеймін ол светті. Өздерім білесіңдер, енді маған бірдеңке оқаса, енді Құдай сақтасын. Ана жаным алып алам. Светті қоямыз. Кеттік, ал эксперимент жалғастырамыз. Так, қараймыз ал. Не болды? Шошытпашы. Жай ойнау жүрген ғой, ар жақтан қарсы келді. Ладно. Ал болып жатқан нәрселерге мән бермей, мен экспериментті жалғастыруға тырыстым. Жалғастыра салып, мына картинкаға қарай салып, бір нәрселер бастала бастады. Аузы жоқ болып кетті. Бұл картинканың аузы жоқ болып, маған иллюзиялар көріне бастады. И мен артқы фонымда Бақара сүресі ойнап жатыр. Мен осы видеоны жасап болған соң Бақара сүресін қостым. Ёб твою мать! Ёб твою мать! Твою мать! Бисмилля, 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 бисмилля. Бисмилля, бисмилля, бисмилля. Бисмилля. Достар, короче, видео түсіріп жатырмын мені. Қой қалды. Сразу телефонның камерасын қосып едім, светті моргать еткені қойды. Так, бля. Көріндер ғой, а? Если что, мен инстаграмға түсіріп жатырмын. Так, есіктерді жауып қойдым. Муха. Достар, мен білмеймін, мынаны жалғастырам ба, осыдан кейін жалғастырмайым ба, өйткені өздерің көріп тұрсыңдар не отқан. Ёб твою мать. Жо, мен надо. Жоқ, надо. Так. Достар, экспериментті жалғастырмаймын деп шештім. Телевизорды өшірдім. Все, жалғастырмаймын. Өшір қойық на камераны. Жаңа, короче, нәуірі жерден басын тысқалап тұрды, ана пәле. Блин. Адам сияқты сұрадым ғой мен сені. Қойш. Достар, экспериментті жалғастырмайым мен. Өйткені сол, өздерің көрдіңдер не болып отқаны. Өйткені сол. Жалғастыра алмаймын. Өйткені қазір мен өзім жалғызбын үйде. Мен қорықпаймын. Ни в коем случае мен қорықпаймын. Просто үйде содан кейін проблемалар болып қалуы мүмкін. И ана нәрсе мені что-то, мен ана қара адамды уже мысықталып келгелі бері көрген жоқпын. И міне, мына проклятый картинаны қосқа едім. Кеп тұр маған привет деп. Ана бір жерден сығалап. Көрсетейін ба қалай сығалайды? Мін былай. Осылай сығалайды ол. Бірақ қап-қара. Көзі аузы жоқ.
Вот, егер сол қара адам туралы көбірек айтып берсін десеңдер, мен ол туралы видео түсіре алам. Сендерге қызық болса, то комментарияға жазыңдар, и осы видеоның астына 10 000 лайк жинаңдар, и мен солай білетін болам, сендерге қара адам туралы видео түсірген қызық па, қызық емес па деп. Өйткені мен оны кішкентай кезімнен бері көрем. Оны. И мен білем оның қандай екен. И ол даже маған жақын арада тиді. Мені ішімді сүйіп алды ма, бірдеңке істеді мен ұйықтап жатқанда. Но барлығын мен бір отдельный видео түсіре аламын сол туралы. Қызық болса комментарияға жазыңдар, 10 000 лайк қойыңдар. И болды. И мен сол видеоны түсірем. Сендерім болам, мен Жақсылық Бақытжан. И астыдағы описанияда мен басқа каналдарым бар, басқа 3 каналым бар, соған тіркеліңдер. Мен оқа видеолар түсірем тоже. Видео шықпаса осы каналда, шықпай кетсе, типа 1-2 күн там. Значит, мен ана каналдарда видео түсірдім деген сөз. И мына телефонға жазып алған бағанағы нәрсені мен Telegram мен Instagramға салам. Тоже описанияда ссылкалары. Ал сендер болған тағы да мен Жақсылық Бақытжан. Қош сау болыңдар, аман есен болыңдар, әйтеуір.